кім салауат айтады. Мынау біздің апалардың аузынан сілекей ағып көріп жүрген Сұлтан Сүлеймен бар ғой, сериал. Ғырт өтірік қойның бар, білесіздер ме? Сериалдардың бәрі 50% өтірік. Ана сериалға қарасаң, Сұлтан Сүлеймен бабник болған сияқты, шын сериалына қарайтын болса. Шын өмірде ондай емес. Одан кейін оның тұқымдарынан болған, негізі, білесіздер ғой, Константинопольді фатих қылған кім еді? Мұхаммед Фатих, Сол Мұхаммед Фатихтың ұрпақтарынан болған. Баязид, Сұлтан Ахмет, Сұлтан Сүлеймен, бұлардың бәрі соның тұқымынан болған адамдар. Сол Сұлтан Сүлейменнің негізгі оқиғасында білесіздер ғой, негізі сол кісімен болған дейді. Сол кісінің уақытында қарызын салауат айтып құтылған адам жайлы. Бір кісі екінші адамнан 500 дирхам қарыз алады. Сөйтіп уақыттар өтеді, құтыла алмай қояды. Анау ары сұрайды, бері сұрайды, құтыла алмағаннан кейін сотқа жүгінеді. Ананы шақыртады. Ол айтады, мен бере алмай жатырмын ғой, жоқ қой деген кезінде бұл не дейді? Онда жазала дейді. Сөйтіп оны зынданға тастамақшы болған кезінде қараш, Құдай оның тіліне қандай сөз салады. Маған бір күн уақыт беріңдерші, мен құтылам дейді. Сонда анау айтады, осынша айлап құтыла алмай келе жатқан нәрсені сен бір күнде қалай құтылмақшысың? Кімді кепілдікке қоясың деген кезінде, о кезде пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям дүниеден өтіп кеткен ғой. Алланың елшісі пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямды кепілдікке қоям дейді. Сонда ана қади айтады, мынаған бір күн мүмкіндік берейік, жіберейік дейді. Үйіне келеді мынау адам. Әйеліне айтады болған нәрселерді. Осындай болды. Мен бір күнде құтылам деп кеттім. Кепілдікке пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям қойып кеттім дейді. Сонда әйел айтады, енді кепілдікке пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям қойған болсаң, онда сол кісіге салауат айтайық, басқа не істейміз? Екеуі отырып алады да, отырдық та дейді. Салауат айта бердік. Сол күні түнде жатып ұйықтайды. Ана жігіт түсінде пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямды көреді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады, таң атқаннан кейін пәленше деген адамға бар. Сөйтіп айтты. Осы Сұлтан Сүлеймен сол болған дейді. Бар, және айт. Мені саған пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям жіберді. 500 дирхамды берсін деп жатыр. Мен қарызымды құтылайын дейді. Ал егер ол маған сенбесеші деген кезде онда айт. Ол күніне 1000 салауат айтатын. Кеше оныңкі бірі кем болып қойған дейді. Дәлел ретінде соны айт дейді. Мынау таң ата барады сол адамға. Барып 500 дирхам бер маған, мен қарызым құтылуым керек. Мені саған пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям жіберді дейді. Сонда еді, денің сол ма сенің? Қалай дәлелдейсің деген кезде, сен күніне 1000 рет салауат айтады екенсің ғой? Кеше сенікі біреу кем болып қапты ғой дейді. Сонда анау айтады, уаллахи кеше шатасқан едім дейді. Келіп дирхамын артығы мен береді ғой анаған. Енді ана қарыз адам бар ғой, қарызын алған адам. Соған келеді айтады, мә саған 500 дирхамың десе, анау ұстай тұр дейді. Бұл 500 дирхам сеніңкі дейді. Сен құтылдың оны. Үйінен келеді да 2000 дирхам алып шығып береді да, мынау саған дейді. Неге? Кеше түнде пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям түсінде көрдім дейді. Ананың қарызын құтылсаң, мен саған қияметте, мен саған шапағат етем, келісесің ба деп айтты дейді. Кім келіспейді? Кешіріп жіберсең, мен саған қияметте соның ақысына, қияметте мен саған шапағат етуге уәде берем, келісесің ба деді. Кім келіспейді оған? Енді ойла, анау 500 дирхамды құтыла алмай жеткен адам үйіне қанша мың дирхаммен келіп тұр. Ана біз үйге табыспен келген кезде қалай келеміз әйелдеріміздің алдында? Демаламай келеміз ғой. Салауат айту.